Жамбыл облысы Қордай ауданында жол полициясы қызметкерлеріне қол көтеріп, қарсылық көрсеткендерді тергеу аяқталды деп хабарлады бас прокуратура. Тергелген 3 адам, үшеуінің де ұлты дүнген және бірге туған ағайынды. Құзырлы орган мәліметінен қысқаша үзінді келтірейін. 7 ақпан күні Сарытөбе ауылында жол полициясы Honda Odyssey автокөлігін тоқтатқан. Көліктің құжаты болмаған. Бұдан соң полицей жүргізушіні бөлімшеге алып кетпекке әрекеттенген. Сол кезде көлік иесі туыстарымен бірге полицейге қол көтеріп жанжал шығарған. 3 адам кінәсін мойындады, оларға билік өкіліне күш қолдану бабы бойынша іс қозғалды деді прокуратура. Естеріңізге саламыз, 7 ақпан күні жергілікті қазақтар мен дүнгендер арасында этникалық қақтығыс болған Жамбыл облысы Қордай ауданында. 10 адам қаза тапты. Тағы бір адамның мәйіті табылған. Оның бірақ жанжалға қатысы бар жоғы әлі анықталмады. Жалпы 40-тан астам үй, 20 сауда дүкені, 47 көлік өртенген. 20 мыңнан аса дүнген ұлтының өкілі көрші Қырғызстанға қашып кетіп, бір күннен соң оралған. Оқиғадан соң 25 қылмыстық іс қозғалған.